Сәлеметсіздер ме ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін біз сіздермен онлайн симулятор жолын жасау жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Google'дың іздеу жолағына Lobby деп жазамыз. Екінші сілтемені басып өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Перевести на русском батырмасын басып, тілді өзгертіп алсаңыздар болады. Астындағы осы қызыл батырманы басамыз. Келесі бетте бізде осындай бет ашылады. Сол жақ бетте біздің құрал жабдықтарымыз, яғни карандаш, жазуға арналған өшіргіш және де жылжыту арналған құралдар тұр. Келесі біз текст жазып көрсететін боламын. Өзіңіздің пәніңізге, өтіп жатқан сабағыңызға байланысты әртүрлі тақырыптарды осы жерге жазып, балаларға симуляторда қосып көрсетуге болады. Келесі бетте бізде енді жылжыту. Осы 5 саусақты көрсетсеңіздер, симуляторды оң жақ, сол жаққа бағыттарға өзгерте аласыздар және де түсін өзгертіп, оны өшіргішпен өшіруге болады. Жанымыздағы тұрған артық заттарды өшіріп тастап, жанына тағы да текст қосып жазуға болады. Немесе осы симулятордың ішіндегі сөздерді өзгертіп, өзіңізге керекті сөзді жазып аласыз. Мінекей біздің симуляторымыз дайын, яғни бұл бір бағыттық симулятор деп аталады. Жанына тағы да қосымша бағыттағы симулятор қоссаңыздар болады, және де осы астындағы сызықтарды жылжыту арқылы симулятордың жылдам немесе баяу қозғалуын өз еркіңізге сай қоссаңыз болады. Мінекей қосымша симуляторларды қосуға болады. Қосымша бағыттағы. Тағы да бір шарик қосып, осылай симуляторларды жалғап қоюға болады. Артық жерлерін өшіріп алып тастауларыңызға болады. Неге біздің онлайн симуляторымыз дайын, сабаққа қолдануға болады. Келесі бетте енді бізде осы симуляторды балаларға қалай көрсетсек болады деген сөз туындайды. Біз бұны сілтеме арқылы копировать етіп алып, Google'дың іздеу жолағына жазу арқылы балаларға көрсете аламыз, немесе GIF түрінде өзіміздің ноутбук немесе компьютерімізге сақтап ала аламыз. Бізге ең ыңғайлысы сілтеме арқылы балаларға көрсету болып табылады. Копировать етіп алып, Google'дың іздеу жолағына апарып қоямыз сілтемені. Бізде онлайн форматта осындай симулятор ашылады. Сабақ барысында көрсетіп қосып берсеңіздер болады. Бүгінгі жасап көрсетілген симулятор сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.